Сәлем достар, бүгін YouTube тыңдармандарымның өтініші бойынша үнді актрисасы туралы видео дайындадым. Осы уақытқа дейін тек түрік әртістері жайында контент дайындап жүргеніме қарамастан, оқырман өтінішін жерге тастағым келмеді. Сондықтан сіздерден қолдау күтемін. Ал кеттік ендеше. Сонымен, бүгінгі видеоның кейіпкері үнді актрисасы Сурбхи Джоти туралы. Ол 1988 жылы 29 мамырда Пенджаб штатындағы Жаландхар қаласында брахман отбасында дүниеге келген. Анасы үй шаруасындағы әйел, ал әкесі кәсіпкер. Ол бастапқы білімді мемлекеттік мектепте алған, кейінірек Махила Видялаяны бітірген. Джоти сонымен қатар Абиджай бейнелеу өнері колледжінде ағылшын тілі бойынша магистр дәрежесінде алған. Қазір Мумбайда тұрады, ал ата-анасы мен кіші інісі Пенджабта тұрады. Және оның отбасы актерлік мансабына үлкен қолдау көрсеткенін актриса үнемі айтып жүреді. Фильмдер мен телешоуларға түспес бұрын Джоти театрда біраз тәжірибе жинайды. Оның алғашқы рөлін Пенджаби шоуында сомдайды. Ал Сурбхи Джотиді танымал еткен Согласие сериалындағы Зояның рөлі екен. Дәл осы бейнені сомдау арқылы бұқаралық ақпарат құралдарының назары мен танымалдылығына ие болды. Зояның рөлі туралы ойшынайы өмірдегі кейіпкеріне сәйкес келетінін айтады. Бойының ұзындығы 1,67 см. Осы уақытқа дейін 15 шақты фильмдерге түскен талантты әрі сұлу актриса. Достар, бүгінгі видео осымен тәмам. Алдағы уақытта жүректегі көз түрік сериалының кейіпкерлері туралы видеолар шығаратын боламын. Сондықтан каналға жазылып, видеоға лайк басып, қоңырауды басып қоюды ұмытпаңыз. Сіздермен болған әдеттегідей Асем ТВ арнасының жүргізушісі Асем Жұмалиева. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.